Аға, енді сіздің ана тілі газетіне шыққан әлем тілдерінің түбі бір деген мақалаңызды оқыдық. Бұл жерде сіз әлем тілдеріне ортақ формалар, архетиптер, архисемалар туралы айтасыз. Соған өзіңіз бір қысқаша дәлел-дәйекпен жауап беріп өтсеңіз. Әлем тілдердің түбі бір екендігіне әрекет жасалды. Мысалы, академик Мар әлем тілдердің түбі бір екендігіне әрекет жасап көрді, бірақ оның әдісі дұрыс болмай шықты да, оның ілімі теріске шықты. Одан кейін Нострат теориясын зерттеушілері де, шұғылданушылары да осы әлем тілдердің түбі бір екенін дәлелдеуге тырысты, бірақ олардың да еңбегі сәтсіз аяқталды. Бұның сәтсіз аяқталатын себебі ешқайсысы да ол кезде түбіртек теориясы белгісіз еді. Түбіртек болатындығы барлық тілдерде белгісіз болғандықтан ол тиісті нәтиже бермеді. Бұнда бір сөзде қанша дауыссыз дыбыс болса, сонша түбіртек болатыны дәлелденіп отыр. Түбіртек деген бір дауысты, бір дауыссыздан тұратын буын. Қанша тілде сөз кездессе, сонда бір дауысты, бір дауыссыздан тұрады екен. Бірақ бір дауысты, бір дауыссыз үнемі бірге жүре бермейді. Мына сол себептен осы кезге дейін көзге түспей келген. Я дауыссызы жойылып кетеді, я дауыссызы жойылып кетеді. Сөйтіп жартыкеш түбіртектер қалып қойған. Жартыкеш түбіртектің негізінде бүтін түбіртекті тауып алу, немесе жоғалып кеткен түбіртекті тауып алу әдіске, тәсілге байланысты. Мұны жаңа айтып өттім. Логикалық, математикалық, логикалық әдіс және түбіртекке айырып, ажыратып талдау әдіс деген екі әдістің негізінде ғана осындай нәтижеге қол жетті. Қазір әлем тілдерінің түбі бір деген сөзді мен батыл түрде айтып отырмын. Өйткені бірнеше сөз әлем тілдерінде кездеседі. Мысалы, күн деген сөз әлем тілдерінде түгел кездеседі екен. Мысалы, ша формасында кездесіп отырады. Сол сияқты папа деген сөз әлем тілдерінде түгел кездеседі екен. Ол өзгеріске ұшырап, мысалы, ұяңғыдан келген кезде папа бабаға айналып кетеді. Баба басқа тілдерде, Европа тілдерінде папа болып келсе, мынау Иран тілдерінде, Орта Азия тілдерінде баба деген сөзді қолданды. Ал бір дыбысы түсіп қалып, аба формасында қолданылатын. Папаның бір дыбысы түсіп қалып, апа формасында қолданып, тағы осыға заңдылықтар өте көп. Тіпті кейбір сөздер таң қалдырады, түбірлес болып шығады. Мысалы, сары деген сөзді арабтар асфару деп айтады. Мысалы, үш ұйықтаса түсі келмейді, қазақ тілімен түбірлес екендігі. А деген арабтардың өзінің алдынан қосылатын қосымшасы, Ф деген ортасынан қосылатын қосымшасы, У деген аяғынан қосылатын қосымшасы. Сонда сол үш дыбысты алып бастасақ, ортасында сар деген сөз қалады. Ал енді біз қазақтар сар деп айтамыз, сарыны. Сары деген сөздің түбірі сары дала деп айталамыз, сары арқа деп айталамыз. Яғни осындай ортақ түбірлерде, түбіртектерде кез келген тілде кездесе береді. Мына орыс тілдің мен қазақ тілдің түбірлестігі жөнінде мен көлемді мақала жазып, ана тілі газетіне ұсынып отырмын. Жақында шығуға тиіс. Ол шықса, орыстың тіліндегі түбірлес сөздер мен түбіртектерді көріп, халық таң қалады деп ойлаймын.